Қайырлы күн баршаңызға. Жасалу жолы өте оңай, сонымен қатар қарапайым заттардан дайындалатын өте дәмді үгілмелі пирогтың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға 250 грамм ұнымызды саламыз. Міндетті түрде жоғары сұрыпты ұн болу керек. Енді ыдысымызға сары майымызды саламыз. 180 грамм және қолымыздың көмегімен үгіп аламыз. Пирогтың барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Енді осылай крошка болғаннан кейін үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз және барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. 100 грамм қантымызды саламыз. Қалауыңызша одан көптеу қосуға болады. Мен тосап қосатын болғандықтан көп тәттіні қосқан жоқпын. Енді 2 жұмыртқамызды салып, қасықпен осылай ортадан бастап араластырамыз, аздап сүт құямыз. Сүт болмаса, орнына айран немесе қаймақ қосуға да болады. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолымызбен қамырымызды жұп-жұмсақ етіп илейтін боламыз. Формамызды майлап аламыз және илеген қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкендеу бөлігін қолымыздың көмегімен формамызға тегістеп жайып шығатын боламыз. Бортиктерін шығаруды ұмытпаңыздар. Кез келген қою тосаптың барлығы жарай береді. Мен шабдалы тосабын пайдаландым. Оны блендермен езіп алдым, яғни барлығы бір тегіс болу үшін. Блендер болмаса, қасықпен немесе шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Барлық шетіне тегістеп осылай жайып шығамыз. Ал енді алып қойған қамырымызды үстіне ұн себе отырып жұқалап жайып аламыз. Арнайы кескішпен немесе пышақпен осылай ұзын тілімдерге бөлеміз. Өз қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Мен жай ғана осылай сетка жасадым. Пештеріңізді міндетті түрде қыздыруды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште 25 минутта пісіп шығады. Дайын болған пирогты міндетті түрде суыту керек. Сол кезде өте әдемі болып кесілетін болады. Егер видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар каналымда басқа да тәттілердің, салаттардың түрлерін таба аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.